Сәлем қыздар, бүгін біз тауық қанаттарынан жасалынатын фастфуд дайындаймыз. Ол өте дәмді соуста болады, сладкий соус дейміз. Ол үшін бізге тауық қанаттарының өзі қажет, әрине алдын ала дайындалған, ерітілген, және панировка жасау үшін ұн, паприка, қара бұрыш және карриді қолдандым. Және тұз салуды ұмытып кетпеңіз. Жақсылап араластырамыз. Тауық қанаттары сулы болмауы керек, сол үшін сіз оны міндетті түрде сүртіп кептіріп алыңыз. Және дайын болған панировкамен араластырамыз. Тауық қанаттарының барлық жеріне жақсы араласып, құрғақ түрде болу керек. Панировкаңыз тауық қанаттарына жақсылап араласқаны міндетті түрде тексеріңіз. Болмаған жағдайда тағы да бір рет араластырып алсаңыз болады. Алдын ала 180 градуста қызып тұрған пешке 25-30 минутқа қоямын. Соусты дайындай беремін. Ол үшін 2 сарымсақ, яғни чеснок дейміз, өте ұсақтап турауымыз қажет. Соус үшін кетчуп, сарымсақты, зәйтүн майын және балды араластырамыз. Қанаттар толығымен дайын болды. Міне осындай сары және де сырты қатты, яғни хрустящий болып пісу керек. Дайын болған тауық қанаттарына соусты араластырып, үстелге бере берсеңіз болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, астарыңыз дәмді болсын.